Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өзбек халқының ұлттық тағамдарының бірі хамир хасиб тағамын әзірлейтін боламын. Өте дәмді болады, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Ал ендеше тағамымызды бастаймыз. Ол үшін қызып тұрған майымызға жақсылап жуып тазартылған күрішімізді салып аламыз. Содан соң 1-2 минуттай қуырып, үстіне суымызды құямыз. Дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап бір қайнатып аламыз. Күрішіміздің суы тартыла бастаған кезде бетін жауып, баяу отқа қойып, жартылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің күрішіміз дайын болды. Шала піскен осындай күрішіміз дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға суымызды құйып алып, тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып, илеуіштен өткен ұнымызды сала отырып, қолымызбен жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Біздің қамырымыз қатты не болмаса жұмсақ болмауы қажет. Орташа лау қылып қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыздың июі қану үшін 5-10 минуттай жақсылап қамырды илеп аламыз. Июі қанған қамыр неғұрлым жақсы жайылады және әдемі болып шығатын болады. Ендігі кезекте начинкасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған еттің үстіне пиязды осылай блендерден өткізіп алып саламыз. Немесе ұсақтап турап алсаңыздар да болады. Үстіне дәміне қарай қара бұрышымызды саламыз. Қайнатылған күрішімізді саламыз. Тұзымызды салып, жақсылап қолымызбен мыжғылап араластырып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің начинкамыз да дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды 2 зуалаға бөліп аламыз. Жақсылап, домалақтап қолымызбен зуаламызды жасап алып, біреуін қалдырып, екіншісін жаятын боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, қорықпай жасай берсеңіздер болады. Ұнымызды себе отырып, қолдың көмегімен жақсылап зуала жасап алып, содан соң қамырымызды оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Бұл тағамның ерекшелігі құрамына күріш қосылған, өте дәмді болады. Қамырды тура мантыға жайған сияқты қылып жайып аламыз. Жұқа болғаны дұрыс. Осылай оқтаудың көмегімен екі шетін баса отырып, қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды неғұрлым жұқа қылып жайсақ, біздің соғұрлым тамағымыз әдемі болып шығатын болады. Мінекей достар, қамырымызды барынша жұқа қылып жаямыз. Ендігі кезекте пышақтың көмегімен осылай тура мантының қамырындағыдай 4 пұшты қылып кесіп алатын боламыз. Арасына бір бұрышына начинкамызды саламыз. Видеодағыдай мантыға қарағанда оңай әрі жылдам түйіледі. Видеодан қарап отырғандарыңыздай, мінекей, екі шетін орап, баса отырып, осылай орап аламыз. Тағы да қайталап көрсетейін. Екі шетін орап, қамырымызды басып, домалақтап, орап шығатын боламыз. Енді кезекте мантаваркамызға суымызды алдын ала қайнатып аламыз. Табамызды майлап, үстіне қамырларымызды орналастырып шығатын боламыз. 45 минутта пісіріп аламыз. Біздің тағамымыз мінекей достар дайын болды. Өте дәмді, ерекшелігі құрамында күріш болғандықтан ерекше дәмді әрі тойымды болып шығады. Міндетті түрде сіздерде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, ерекше болып шығатын тағамдардың бірі. Видеом ұнаса лайк басып пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар.